Ерте заманда Ұлы даланың төсінде Теміртау деген қасиетті тау болған екен. Бұл тау жай ғана тас емес, оның қойнауында ерекше күшке ие темір кендері жасырынған. Бір күні жас батыр Ержан ауылына қауіп төнгенін естіп, көмекке аттанады. Жолда ол Теміртауға тап болады. Тау ішінен бір дауыс естіледі. Егер сен шын батыр болсаң, менің темірімді балқытып, әділет үшін қолданасың. Ержан от жағып темірді балқытады. Сол сәтте оттан найза, қалқан, сауыт шығады. Бәрі ерекше жарқырап тұр. Бұл қару тек әділдік үшін қолданылса ғана күшті болады екен. Ертеде биік төбенің үстінде жалғыз ағаш өсіпті. Күн сайын ол аспанға қарап, достарын аңсапты. Айналам тыныш, бір досым болса ғой, менімен бірге сөйлесер. Сәлем ағаш, мен бұлбұлмын, ұя салатын орын іздеп жүредім. Қош келдің, бұлбұл, менің бұтақтарым кен, саған сая боламын. Рахмет ағаш, енді әр жас сайын саған келіп қоныстанамын. Сөйтіп ағаш пен құс жақсы дос болыпты. Ағаш құсты қорғап, құс ағашты шаттандырыпты.